Ол үнемі залға барып жаттығатын, машалла. Бұлжық еті шымыр, ірі денелі болып ерекшеленгендіктен бұл жігітті есімде жақсы сақтап қалыппын. Үйленгеніне бір апта болар болмас уақыттан кейін маған келді. Айтуы бойынша әйелімен төсекте жақындасуға еш қабілеті жоқ екенін айтты. Мәселенің түп тамырын анықтауға тырысқанымда оның эротикалық фильмдерге тәуелді екенін білдім. Бұндай тәуелділік мені таңғалдырмайды. Өйткені ұятсыз бейнебаян сіздің миыңызды жыныстық қатынас, жыныстық ләззатты экран арқылы іздеуге мәжбүрлейді. Қазіргі таңда бұл құбылыс 2006 жылдан бастап ең қарқынды дамыған қолжетімді онлайн платформалардың бірі болып саналады. Бұл қолжетімді бейнебаян экранның беттер арқылы сіздің шахуатыңызды оятып, миыңызға ерекше ләззат сыйлайды. Ал оның зияны адамды өмірде сыңарымен болған кезде эрекциялық дисфункцияға алып келеді. Бұл ауру импотенция бойжеткендер арасында өте ертеден, яғни 18 жастан қалыптасып жатыр. Италияда, Швецияда, Америкада жүргізілген көптеген зерттеулер нәтижесінде ғалымдар 40 жастан төмендердің арасындағы эректильді дисфункция мәселесі соңғы 10 жылда 30%-ға өскенін анықтаған. Мұндай арсыз фильмдерді көргенде сізде эякуляция және эрекциямен мәселе жоқ сияқты көрінеді. Бірақ кейін тірі серіктестік пен төсек қатынасына келгенде сіздің функционалдығыңыз, ынтаңыз төмендеп кетеді. Оның себебі сіздің миыңыз ләззатты экран беттерінен алуға үйреніп қалған. Итальяндық андрология және жыныстық медицина қауымдастығының басшысы доктор Карло Форесттің деректері бойынша, қазіргі таңда либидоның төмендеуінің себебі еркектердің порно сайттарға сұранысының көбеюінен, ал ол еркектерді төсек әлсіздігіне әкеледі. Өзіңізді сол жігіттің орнына қойып көріңізші. Сіз бойдақсыз, Алла қаласа жақын арада отбасын құру жоспарыңыз да бар. Алғашқы неке түнінде жұбайыңыздың көз алдында осындай әлсіз халде көрінгіңіз келе ме? Мен жұмыс барысында осындай себептерге байланысты ажырасқан талай жұпқа куә болдым. Эректильді дисфункция, және бұл қанша уақытқа созылды деп ойлайсыз? Мұндай мәселемен бір қарындасымыз да менен көмек сұрады. Айтуынша жұбайы өзінің некелік борышын 2 жыл орындай алмаған. 2 жыл. Бірақ ол порноны көрсе эрекциямен ешқандай проблемасы жоқ. Алла бетін әрі қылсын, сондай-ақ төсек қатынасында күйеуі әйелін ұрады, зорлық көрсетіп ойнасады дегенді де естіп жүрміз. Бұл ойлар оларға қайдан келді? Әрине бұл порно фильмдердің әсері. Біз одан да қорқынышты нәрселерді естідік. Мысалы, күйеуі әйелін байлап қойып порно фильмде көрген зорлық-зомбылықты қайталайды екен. Әрине мұның бәрі сізді қайғылы салдарға келеді. Шынайы қарым-қатынастан бездіреді. Есіңізде болсын, бауырым. Сіз арамға қарай ынтыққан кезде адалға деген қызығушылықты жоғалтасыз. Қаншама еркектер әйелдерін тастап, құмарлықтың құлы болып, жезөкшелер үйіне барады. Мұның бәрі нәпсінің құлы болғандықтан. Құрметті бауырлар, бүгін сіздерге осындай жиіркенішті әдетті тастауларыңыз үшін мен жеткілікті себеп айттым деп ойлаймын.